Күн жылығалы ішетініміз газды сусындар. Ал оның у екенін білеміз бе? Дүкендер мен сауда сөрелеріне бара қалсаң, олардың жеті атасын көресің. Түрі мен түсі әртүрлі. Бұл шөл қандырар сусындардың біздің ағзамызға әсері қандай? Пайдалы ма әлде зиян ба? Ішіп тұрып осы сұрақ мені мазалады. Армысыздар, бүгінгі видеода газды сусындардың адам ағзасына зияны туралы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Осыдан кеп мен осы сусындарды зерттемекке бел будым. Ғаламтордан ең алғашқы оқыған мәліметім, әлемде 180 мың адам осы сусынның зияндығынан қайтыс болады екен. Осы мәліметті оқи отырып, зерттеу жұмысының өзекті мәселе екеніне көзім жетіп, қызыға түстім. Жазда сусындардың нағыз саудасы қызатын кез. Күн ыстықта шөлдеген адамның салқын суға деген тәуелділігі артады. Жалпы ағзаның 60%-ын су құрайтыны белгілі. Ендеше бойдағы тепе-теңдікті сақтау үшін күнделікті қажетті мөлшерде су ішіп тұру қажет. Су тек сұйық зат қана емес, жасуша үшін қорек ортасы. Ағзадан улы заттарды, қалдықтарды және артық тұздарды шығарады. Адамзат әртүрлі сусындар дайындауға үйренді. Осылай газдалған сусындарда пайда болды. Газдалған сусын көмірқышқыл газымен қаныққан, минералды және ароматты тәтті сусындар тұратын салқындатылған сусын. Газдалған су әлсіз, орта және қатты газдалған болуы мүмкін. Сонымен бірге телеэкраннан да газдалған сусындар туралы жарнамаларды жиі көзіміз шалады. Сонда сусындардың қалай шөлді қандыратыны туралы, олардың керемет дәмдері туралы да айтып жатады. Газет пен журнал беттерінде де керемет сусындар жайында жарнамалар беріліп жатады. Газды сусындардың құрамы туралы айтатын боламыз. Газдалған сусындардың құрамында табиғи жемістер жоқ. Жемісті газды сусындарды жасауға да болады екен. Жасанды дәмдеуіш қоспалардың барлығы сусындарға әртүрлі дәм береді. Газдалған сусындарда ароматты дәм болу үшін оған арнайы дәмдеуіштер, бояғыш заттар және сақтаулы мерзімін ұзарту үшін консерванттар қосады. Газдалған сусындардың барлық құрамы қант. Ол барлық сусындарда болады. 3-5-6 қасық қантқа дейін әрбір стаканда кездеседі. Бұл түсті тіс жегісіне апарып соқтыратыны белгілі. Сонымен бірге шөлді қандырамын деп адам тәтті суды көбірек пайдаланады. Адам ағзасының 60%-ін судан тұрады. Судың балансын сақтау үшін біз күнделікті су қабылдаймыз. Кейбіреулері кофе, кейбіреулері шай, енді біреулері газды сусындарды пайдаланып жатады. Әр газдалған сусында қант пен қышқылдар кездеседі. Бұл элементтер асқазанға қатты әсер етеді. Газдалған сусын ішкен адамның тәбеті қашады, әрі олар шөлді қандырмайды. Ал тәтті қышқылды элементтер асқазанға түскен бойда майға айналып, артық салмақтың қосылуымен қант диабеті ауруының пайда болуына ықпал етеді. Қант диабетімен ауыратын жандар газдалған сусынның орнына минералды су пайдаланған жөн. Кез келген газдалған сусын құрамында көмірқышқыл газы кездеседі. Ол сусынның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Мұндай сусындар асқазан секрециясының қабынуына, ішек сөлінің пайда болуына, созылып, ішек ауруларынан пайда болуына әсер етеді. Гастрит, ішек жарасы және тағы басқа асқазан ауруына шалдыққан жандар газдалған сусын орнына газдалмаған минералды су, көк шай ішкен жөн. Өзіңіздің денсаулығыңызды сақтау үшін газды сусындардан аулақ болғаныңыз жөн. Егер осы видео ұнаса, каналымызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге әлем арнасы.